Уважаемые друзья, прочитал шикарную новость. Если ты не владеешь казахским языком и не знаешь казахскую историю, тебе не выдадут гражданство Республики Казахстан. Новость прям шикарная. Я очень обрадовался. Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, еркексіз. Уважаемые друзья, уважаемые те умники, которые кричат: я поеду в Казахстан, там у меня не будут требовать языка, я буду там говорить на русском, и я по-любому получу гражданство этой страны. Нет, уже не получится. Теперь в Казахстане, чтобы получить гражданство, обязательно нужно знать казахский государственный язык. Құрметті қазақ елі, бұл деген керемет жаңалық. Шынымды айтайын, қатты толқып тұрмын, қуанып тұрмын. Жаңа оқи салып кәдімгідей қуанып кеттім. Бірақ құрметті көрермендер, құрметті қазақ елі, бұл негізі әлемде бар дүние. Әлемдегі алғы қатардағы елдер бұл практиканы баяғыдан бері жүзеге асырып жатыр. Егер де сен осы елдің азаматы болғың келсе, осы елде тұрғың келсе, міндетті түрде сен сол елдің тілін білу керексің. Германияда немісше, Францияда французша, Америкада ағылшынша деген сияқты, иә, тағысын тағы. Сондықтан құрметті қазақ елі, міне осы шығар біздің алла қаласа еліміздің тілінің, халқымыздың тілінің даму қарқыны. Құрметті қазақ елі, құтты болсын.